жұлдыз барын білуге құмартып келеді. Тіпті бұл тақырып әлем халықтарының аңыз әфсаналарына да арқау болған. Қазіргі таңда ғалымдардың ғарыштағы жұлдызда саны нақты болмаса да, шамалап есептеуге мүмкіндігі бар. Жаңа заманды құралдардың арқасында астрономдар ғаламда 18 триллион жұлдыз бар екенін болжап отыр. 8 триллион деп 21 нөлі бар санды айтады. Кемпірқосақты тәуліктің барлық мезгілінде көру мүмкін емес. Жарықтың сыну заңына сәйкес, жаңбыр тамшыларына күн сәулесі 42 градус бұрыштан түскенде ғана кемпірқосақ пайда болады. Ал түс мезгілінде күн 42 градустан әлде қайда жоғары көтерілетіндіктен кемпірқосақ көзге шалынбайды. Бұл табиғат құбылысын негізінен ертеңгілік немесе күн көкжиекке еңкейген шақта тамашалауға болады. Сондай-ақ түскі ас кезінде күн 42 градустан төмен болса, кемпірқосақ көрінбейді. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туының ортасында шұғылалы күн, оның астында қалықтаған қыран құс бейнеленген. Ал күн жүйесінің орталық денесі, жерге ең жақын орналасқан жұлдыз. Хирург робот. Соңғы 17 жылда Да Винчи хирург роботының көмегімен әлем бойынша 3 миллионға жуық науқасқа ота жасалды. Да Винчи дәрігерге ота жасау аймағын ашық сапада көруге мүмкіндік беретін хирургиялық жүйе. Ол ота аймағында кедергісіз жұмыс жасау үшін кішкентай пішінмен жасалды. 2 миллион фунт стерлинг тұратын аппарат ота кезінде дәлдікпен жұмыс істеп, адам ағзасынан қатерлі ісікті алуға көмектеседі. Да Винчи бір орталықпен басқарылатын бірнеше темір қолдан тұрады. Олар адам ағзасының ішіне микроскопты кесілген жерден кіріп, ішкі жағдайдың 3D суретін экранға шығарады. Сосын дәрігердің нұсқауымен отаны соңына жеткізеді. Бұл инновациялық технологияның көмегімен адам денесіне зақымсыз ота жасаудың әзірге ең тиімді жолы. Себебі оның жұмысын адам орындайтын болса, скальпельді көбірек пайдалануына тура келеді. Нақтырақ айтар болсақ, дәрігер ағзаға ота жасау үшін өзінің қолы сиятындай етіп денені кесу керек. Lexus Жапониядағы Toyota Motor Corporation'ның жаңа бренді 1983 жылдың маусым айынан шыға бастаған бұл көлік маркасының жыл сайын әлемде 400 мыңдай көлік данасы сатылады. Ал Kia автомобиль құрастыру компаниясы оңтүстік Кореяның екінші ірі автоөндірушісі. Ол 2012 жылы 2,7 миллионнан астам автомобиль сатқан. Kia сөзі Азиядан бүкіл әлемге шығу деген мағынаны білдіреді. Жандарбай Бекназов 26-шы жалпы білім беретін мектептің 9-шы жас сынып білім алушысымын. Менің негізгі хоббиім бұл спидкубинг болады. Ал спидкубер дегеніміз бұл кубик рубиканы аз уақытта жылдам, яғни спидкубингпен айналысатын адамды айтады. Компаниясы ютубты 2016 жылы 1,65 миллиард долларға сатып алды. Ай сайын ютубқа 2 миллиард адам кіреді. YouTube желісіне күн сайын 500 сағаттан астам бейне материалдар жүктеледі және әр күндік бейне материалдарды көріп шығу үшін адамның 82 жыл уақыт кетеді.
AQShtың Boston Dynamics компаниясы жасап шығарған адамға ұқсас робот. Құрастырушылар гуманоид роботқа 3,7 киловатт көлемді қуат жинақтағыш орнатқан. Сондықтан Atlas 1 сағат үзіксіз қозғалысқа ене алады. Жаңа қуат жинақтағыштың робот салмағын арттыруына байланысты ғалымдар Atlas корпусын жасау кезінде тек жеңіл материалдар қолданған. Сонымен қатар, робот енді сымсыз байланыс құралына ие болған. Одан бөлек, қозғалыс жылдамдығы да жоғары. 2017 жылдың қараша айында Atlas роботын жасаушылар ғаламторға салған видеосы әлемді таңғалдырды. Адамға ұқсас Atlas жүріп қана қоймай секіруді үйреніпті. Ең кереметі, көптеген адамдардың қолынан келмейтін сальто жасауды үйреніпті. Иә достар, сальто жасай алады.